Ассаламағалейкум, біз Меккедеміз, Қағбаның жанында. Осы жерде бір хадис есіме түсіп отыр. Бір күні Омар радиаллаху анху Абу Бакрдың бір іс-әрекетін көреді, таңғалады. Сонда Абу Бакр не істеп жатады білесіздер ме? Ол тілін шығарып, бүйтіп қолымен қысып, жан-жаққа бүйтіп тартып тұрады. Сонда Омар сұрайды: Абу Бакр, сен не істеп жатсың дейді ғой. Мына тілдің себебінен талай адам жапа шекті дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисте айтқандай, 10 күнәнің 9-ы тілден дейді ғой. Тілден көп адам опық жейді ғой. Алла тағала, Алланың үлкен шеберлігі, тілді екі қоршаудың артына тығып қойған ғой, тіс пен еріннің артына. Сол адам екі құлақпен, екі көзбен не көріп, не естісе, сол кезде мына ми мен жүрек екеуінің саралауы қалай болады, ауыздан сол нәрсе шығады. Сома екі көз бен құлақтан кірген нәрсені мына мимен біздің жүрегіміз саралап, соны қадағалап шығарса екен. Кейде осындай нәрселер бізді үлкен қателікке ұрындырып жатады. Тілден көп адам опық жейді. Тілімізге абай болайық, біреуге ғайбаттамай қойайық, біреуді былай айтқан кезде даттамай, біреуді, ол маған да, ең бірінші ол маған байланысты ғой негізі. Әр адам өзінен қателікке керек. Біреуге жала жабу, Алла сақтасын. Осындай нәрселерден абай болайық. Біздің қазақ елімізге өз сөзін тізгіндей білетін сондай бір ұрпақтар келсе екен. Сондай ұрпақтар болашақта біздің елімізді басқарса екен. Сөзінде тұратын, біреудің сөзін сөйлемей, тек қана Алла тағаланың және пайғамбардың айтқанымен жүретін сондай бір ұрпақтар болса екен. Аман болайық, тілімізді тізгіндейік.